Бәріне сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін идеальный болып шығатын, оңай жасалатын Нью-Йорк чизкейкін жасаймыз. Бірінші основасын дайындаймыз. Ол үшін печеньені ұнтақтап аламыз. Мен блендермен ұнтақтадым. Сіздерде блендер болмаса, оқтаумен ұнтақтасаңыздар болады. Одан кейін майды ертіп құямыз. Печенье біріккенше араластырамыз. Енді формамыздың астына пергамент қағазын төсейміз. Менде форманың диаметрі 20 см. Формаға печеньенің жартысын саламыз. Стакан немесе асты түзу ыдысты алып, видеода көрсетілгендей басып шығамыз. Одан кейін қалған печеньені салып, бортиктарын, яғни шеттерін жасаймыз. Дайын болған основаны тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Енді чизкейктің начинкасын дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын қосып, қант ерігенше венчикпен араластырамыз. Одан кейін сливке құямыз. Қаймақты салып біркелкі болғанша араластырамыз. Жұмыртқаны бір-бірден салып араластырып отырамыз. Одан кейін жүгері крахмалын қосамыз. Соңында лимон шырынын қосамыз.
дайындап қойған основаға начинканы құямыз. Чизкейкті 180 градусқа қызып тұрған пеште 30 минут, сосын температураны 150 градусқа дейін түсіріп 30 минут пісіреміз. Дайын болған чизкейкті үй температурасында суытамыз. Суығаннан кейін тоңазытқышқа 6-7 сағатқа қоямыз. Қалауларыңызша әсемдейміз. Мятамен, шоколадты глазурмен, немесе құлпынаймен безендіруге болады. Осымен біздің Нью-Йорк чизкейк дайын, аз болсын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.